Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шырша салатының рецептісін көрсететін боламын. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шыққан. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге тауықтың еті қажет болады. Бұл кез келген дүкендерде сатылады. Кәдімгі колбаса сияқты дайын түрі. Бірдегеннен турап салатқа қоса берсеңіздер болады. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп майдалап кубиктап турап аламыз. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Мінекей тауықтың етін барлығын осылайынан кубиктап турап аламыз. Келесі қайнатылған картопты терканың осындай ірі тісінен өткізіп аламыз. Келесі қайнатылған жұмыртқаларды да теркадан өткіземіз. Енді бір дана чеснокты майда тісінен өткізіп қосамыз. Келесі осындай плавленый сырдан 2 қасықтай қосамыз. Оның үстіне шамалы тұз қосып, және де 100 граммдай майонез қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Қыздар, майонезді қатты көбірек қоспаңыздар, себебі бізде шыршаның формасы келмей қалады. Сәл осындай құрғақтау болып шығуы керек. Енді келесі осындай пищевой пленканы 2 рет бір-біріне жалғап, біздің салатты саламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп, пищевой пленканы осылай біріне бірі жалғап, біздің шыршаның формасын осылай жасайтын боламыз. Енді осылай салафанның ұштарын біріктіріп, конус тәрізді біз шыршаның фигурасын жасайтын боламыз. Міне видеода көріп тұрсаңыздар, өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Немесе кәдімгі қасықпен де біз бірінің үстіне бірі қойып, салатты осылай шыршаның фигурасын жасай берсеңіздер болады. Енді тегіс болмай қалған жерлерін осылай қасықпен тегістеп аламыз. Міне қарасаңыздар, кәдімгі шыршаның формасы шықты. Енді келесі укропты майдалап турап, осы шыршаның сыртын қаптайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, укроппен барлық жағын жауып шығамыз. Мінекей біздің шыршамыз дайын болды. Енді шыршаны безендіретін боламыз. Ол үшін осындай сәбіздің кішкентай бөлігін алып, кәдімгі жұлдызшаны ойып аламыз. Бұл бізде шыршаның кәдімгі жұлдызшасы болады. Осылай кішкентай ағаш таяқшаға тығып, видеода көрсетілгендей етіп, біз кәдімгі шыршаның жұлдызшасын қадайтын боламыз. Міне біздің шыршамыздың жұлдызшасы дайын болды. Енді ойыншықтарын жасаймыз. Бізге ол үшін кәдімгі жүгері және де гранат қажет болады. Аздап осылай майонезге бір шетін батырып, осылай шыршаға жабыстырамыз. Осындай сәбіздің майда бөліктерін де алып жабыстырсаңыздар болады. Келесі бізде кәдімгі қарын жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын терканың майда тісінен өткізіп, осылай шет-шетіне әсемдеп шығамыз. Бұл бізде қарасаңыздар, кәдімгі шыршаның шетіндегі қар тәрізді болып тұрады.
Қыздар, міне біздің шыршамыз дайын болды. Қарасаңыздар, өте оңай жасалады, бірақтан да кәдімгі жаңа жылдық дастарханға бір ерекше көрініс беріп тұрады. Енді ортасын кесіп көрсетемін. Дәмі де енді кәдімгі мясной салаттың дәмі сияқты болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Қыздар, бұл салат жаңа жылдық дастархандарыңызға ерекше көңіл күй сыйлайды және де қонақтарыңызды таң қалдыратынына мен сенімдімін. Міне ортасын кескен кезде де өзінің формасын жоғалтпайды. Құрметті қыз-келіншектер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.